Hello everyone, how are you? Let's start our lesson. Каналыма қош келдіңіздер. Сабақтарды жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін бізде 4-ші сыныптың activity book, page 26. Exercise 1. The theme of our lesson is treasure and heritage. Яғни қазына және мұра деген тақырып бойынша тапсырмалар бүгін орындаймыз. Exercise 1. Read and write yes or no. Яғни сөйлемдер дұрыс болса yes, дұрыс емес болса no деп жазуымыз керек. Нұр-Сұлтан is the capital of Kazakhstan. It is, yes, it's true. A yurt is a house with windows. No, it is false. Демек, no деп жазамыз. In Lake Qaynda, trees come out of the water. It is, yes. Яғни Қайынды көлінен жаңағыдай су астынан, судан өзі ағаштар өсіп шығады. You can play music on a домбыра. It is, yes. Домбырада ән айта аламыз, иә. Бәйтерек monument looks like giant eagle. No. The animal of the Kazakh flag is a horse. It is false. No. The second exercise. Circle the odd one out. Артық сөздерді алып тастау керек. The first is which picture? Қай сөз артық екен? Мысалы, бізде домбыра деген сөз артық мына жерде. Себебі мына екі жердің аты болып тұрғандықтан, Singing Sand деген құмды, шөл дала жер, шер қала деген де бір жердің аты. Сондықтан домбыра музыкалық аспап артық болады. Next, apple, pears, бәйтерек монумент. Яғни бізде артық сөз бәйтерек монумент. Next, window, horse, camel. Мына екеуі жануар болғандықтан window артық. Next, eagle, бея, yurt. Яғни екеуі бүркіт пен аю жануарлар, юрта артық. Write the numbers. Exercise 3. Сандарды дұрыс жазуымыз керек ағылшын тілінде. 900-ді 900 деп айтамыз. Next, 455 санын біз ағылшын тілінде қалай айтамыз? 455 деп айтамыз. Яғни үш таңбалы сандардың арасына and сөзін жазамыз. 640. 640. Next, 700. 700. 456. 456 деп айтылады. 105. 105. Мың, ағылшын тілінде мыңды 1000 деп айтамыз. 1000. 111. 111. 300. 300. Next, exercise 4. Write these numbers in order, in words. Яғни, реттік сан есімдерді әріппен жазу керек. First деген бізде бірінші. Бірінші, first. 12-ші, 12. Бізде ағылшын тілінде бірінші first, екінші second, үшінші third болады. Қалған сан есімдердің соңына реттік сан есім бойынша th жалғаймыз. 12-ші 12 болады. Үшінші жаңа айтып өттім, third. 9-шы 9. 20-шы 20s. th жалғап жазамыз. Exercise 5. Look, read and choose. Яғни қарап отырып суретке дұрыс жауабын табамыз тест бойынша. The first. The parrot is on the tree депті. Тоты құс ағаштың үстінде. Үстінде on, астында бізде under. Exercise, the second sentence, sorry. Lion is climbing the tree. Lion ағаштан өрмеліп барады, төмен қарай өрмеліп бара жатыр. Up деген жоғары, down төмен. Демек, lion is climbing down the tree болады. The next,
The sun is the tree. Күн ағаштың үстінде тұр, яғни жоғарыда тұр деп айтамыз. The sun is above the tree болады. The next. Lily is the big tree and the dog. Lily үлкен ағаш пен иттің арасында тұр. Ағаш пен иттің арасында. Демек бізде арасында деген between. Алдында болса in front of. Lily бізде ағаш пен иттің арасында, ортасында тұр, between болады. The boy is Jake. Бала Джейктің on the left, сол жағында ма? On the right, оң жағында ма? Яғни, the boy is on the right is Jake. Оң жағында. The next page, exercise 6, go to People's Book, page 40. 40-шы бет People's Book'тан қарап, тапсырманы орындауымыз керек. Exercise 7. 7-де зат есімнің жұрнақтары бар. Шын деген. Осыларды дұрыстап қоюымыз керек. Мысалы, жастық, cushion, үлкен үй, mansion, көрме, exhibition, fashion, станция, station. Осы сөздерді exercise 8-ке қоямыз. The first. Do you like the cushion I bought for my new sofa? Яғни, мен жаңа диваныма сатып алған жастығым ұнады ма деп тұр. Яғни, сөйлемде жастық деген сөз шығады. The next sentence. Let's go to the new art in the city center. Қала орталығындағы жаңа өнер fashionге барайық. Мода, art exhibition, көрмеге барайық дейді. Art exhibition in the city center. I think reading fashion magazines is really boring. Мен ойлаймын жаңағыдай fashion мода журналдарын оқу қызық емес, зергерлі. The next. Andrew lives in the country. Andrew үлкен мансардный, үлкен үйде тұрады. Яғни, ол бізде mansion деп айтылады. Mansion in the country. The underground station in Moscow is one of the most beautiful in the world. Москвадағы метро станциясы әлемдегі ең әдемі метролардың бірі. Look at the picture. Next page. Island бізде арал, ocean, мұхит, алтыншы суретте, rainforest, жаңбырлы орман, mountain, тау, lake, көл, river, өзен. Жазып шығамыз. Exercise 10. Hawaii is an island. Гавайи ол бізде арал, яғни жоғарыдағы сөздерді қойып шығуымыз керек. The next. Mountain Everest is a... Everest деген бізде таудың аты болғандықтан, мына жерге mountain деп жазамыз. The Nile is a... Nile бізде өзен. River. The Atlantic is an ocean. Атлант мұхиты. Мұхит деген ocean. The Amazon is a river. Amazon өзені. Baikal is the name of a lake. Baikal деген көлдің аты. Read and choose. Exercise 11. All of Birlik's family are from Kazakhstan. Яғни елдердің алдына артикль қойылмайды. From Kazakhstan болады. The Pacific is an ocean. N қоямыз себебі O әрпі дауысты болып тұрғандықтан.
My father travels all over the world. Менің әкем бүкіл әлемді саяхаттайды. The world деп айтамыз. Britain is an island. Яғни ай әрпі дауысты болып тұрғандықтан n қойылады. Қайрат's house is near mountain. Қайраттың үйі таудың жанында. Яғни бұл жерде Қайрат's house is near mountain болады. Артикль болмайды. Іле river is very long. Іле өзенінің алдына артикль қойылмайды. Сабақ түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.